Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Ұйқы безі асқазанның артында, кіндіктен шамамен 5-10 см жоғары орналасқан ұзын орган. Ұйқы безінің ұзындығы 15-22 см, салмағы небәрі 50-70 грамм. Орган 3 бөлімнен тұрады: басы, денесі және құйрығы. Ұйқы безі қоректік заттарды қорыту үшін қажет ұйқы безі шырынын шығарады. Бұл экзокриндік функция. Сонымен қатар ол эндокриндік функцияны да орындайды. Ұйқы безінде инсулин, глюкагон және басқа гормондар шығаратын жасушалар бар. Олар қанға еніп, глюкоза алмасуын реттейді. Видеоны бастамас бұрын каналға лайк басып, комментарий қалдырып, маған подписка жасауды сұраймын. Ұйқы безінсіз өмір сүруге бола ма? Қазіргі уақытта адам бұл органсыз өмір сүре алады, дегенмен дәрігердің ұсыныстарын қатаң сақтауға және ұйқы безі шығаратын ферменттерді алмастыратын гормондар бар препараттарды және панкреатитке арналған арнайы таблеткаларды қабылдауға тура келеді. Ұйқы безінің ең көп таралған аурулары: қант диабеті, панкреатит, ұйқы безінің қатерлі ісігі, киста, муковисцидоз, панкреонекроз. Соңғы 3 ауру өте сирек кездеседі. Ұйқы безінің дұрыс жұмыс істеуі көбінесе тамақпен бірге келетін қоректік заттарды қабылдау мен ассимиляцияға, сондай-ақ гормональды жүйенің күйіне байланысты. Ұйқы безін қорғауға және оның жұмысын жақсартуға қандай тағамдар көмектеседі? Сарымсақ. Сарымсақ қабынуға қарсы қасиеттері бар және ұйқы безінің қатерлі ісігінің қаупін төмендететін антиоксидант. Алициннің құрамы бойынша рекордшы. Сонымен қатар оның құрамында бұл органға пайдалы заттар бар: күкірт, аргинин, олигосахаридтер, флавоноидтар, селен. Сарымсақ қант диабетіне қарсы терапияда да белсенді қолданылады. Майсыз йогурт. Йогуртта ұйқы безінің дұрыс жұмыс жасауына көмектесетін тірі пробиотикалық дақылдар бар. Майдың төмен мөлшері асқазан ішек жолдарының бүкіл жүйесі үшін пайдалы. Аштықты жақсы қанағаттандырады және токсиндердің ағзадан уақытында кетуіне ықпал етеді. Брокколи. Пайдалы көкөніс, бірақ егер сізде асқазан проблемалар болса, оны жегеннен кейін ағзаның жеке реакциясын бағалауыңыз керек. Ұйқы безі үшін брокколи құнды, өйткені оның құрамында апигенин, ұйқы безі тіндерін зақымданудан қорғайтын және олардың қалпына келуіне ықпал ететін зат бар. Брокколи асқазанның қышқылдығына оң әсер етеді. Қызыл жүзім. Жүзімнің бұл түріне ұйқы безі тінін зақымданудан сақтайтын панкреатит, қатерлі ісік және қан тамырларының тұтастығының бұзылу қаупін төмендететін антиоксидантты резвератрол кіреді. Қызыл жүзімді қолдану ас қорытуға, метаболизмге және жасушалардың глюкозамен қанықтырылуына оң әсер етеді. Ұйқы безін өлтіретін себептерге өт тастары, вирустық инфекциялар, генетикалық бейімділік, триглицеридтердің жоғарылауы және кейбір дәрі-дәрмектерді қабылдау жатады. Эндокринолог тамақтану арасында 3 сағаттық үзіліс жасауды ұсынды. Адам алдыңғы тамақтан 3 сағаттан ерте емес және 5 сағаттан кешіктірмей тамақтануы керек деп ұсынды дәрігер. Сарапшы 5 сағаттан артық ораза ұстаудың қажеті жоқ деп атап өтті. Ораза кезінде қоректік заттардың деңгейін бақылайтын фермент липопротеин липаза май тінінде белсендіріледі. Бұл май қорының жиналуына әкеледі. Алкогольді ұзақ пайдалану ұйқы безіне қатты зақым келтіреді және жедел панкреатит тудыруы мүмкін. Ал темекі шегу осы органның созылмалы қабынуының дамуына әкеледі. Ұйқы безінің жұмысын жақсарту үшін аскөк дәнінен тұнба жасасаңыз болады. 3 ас қасық аскөк дәнін 500 мл ыстық суға салыңыз. Ыдыстың қақпағын жауып, кемінде 1-2 сағатқа тұндырып қоясыз. 1-2 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, бір күн бойы 15 минут сайын, болмаса есіңізге түскен сайын бір жұтымнан ішіп отырасыз. Өте көп пайдасын тигізеді. Аскөк дәнінің ағзаға ешқандай зияны жоқ екендігін ұмытпаңыз. Қантсыз, сүтсіз, майсыз ботқа. Сұлының ұйқы безіне пайдасы мол екендігін барлығыңыз білетін боларсыздар, бірақ нақты қандай түрінде қолдану керек екендігін көбіңіз біле бермейсіз. Жарты литр отта қайнап тұрған суға сұлы ұнтағын салып, 10-15 минут бойы баяу қайнатып қоясыз. Бетін жауып дайын болған ботқаны таңертеңгі асқа 1 апта бойы жейсіз. Сол кезде ғана ем болады. Бақбақ шайы. Бақбақ шайы ұйқы безін залалсыздандырады және асқазан қышқылының өндірісін арттыра отырып, зақымдалған тіндерді қалпына келтіреді.
Панкреатит кезінде ұйқы безіне қандай тағамдар пайдалы? Дәрігерлер әдетте ұйқы безінің демалуы үшін бірнеше күн тамақтан бас тартуды ұсынады. Ал тамақтануды жалғастырғаннан кейін ауырсынуды болдырмау үшін майсыз тағамдарды пайдалану керек. Диетаға келесі тағам түрлерін қосуға тырысыңыз. Сүт өнімдері, жеміс-жидектер, көкөністер, дәнді дақылдар. Сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішкеніңізге көз жеткізіңіз. Тіпті шамалы сусыздандыру ұйқы безінің қабынуын тудырады. Ұйқы безінің жасушалары тұрақты ылғалдандыруды қажет етеді. Күн сайын 8-10 стақан су ішкеніңізге көзіңізді жеткізіңіз. Кофені азырақ ішіңіз. Кофеин қышқылдық пен қабынуды тудырады. Ұйқы безінің денсаулығын жақсарту үшін шөп шайларына және кофеинсіз сусындарға ауысыңыз. Түнде кеш тамақтанбаңыз. Ұйқы безі түнде ас қорыту ферменттерін шығаруға арналмаған. Түнде тамақ ішу ұйқы безіне қысым жасайды. Бұл өз кезегінде ас қорытудың бұзылуына және салмақтың өсуіне әкеледі. Тым көп алкоголь ішу және соның нәтижесінде сусыздандыру ұйқы безі үшін қауіпті. Уақыт өте келе көп ішу созылмалы және жедел панкреатитке әкеледі және абай болмасаңыз тіпті органға қайтымсыз зақым келтіреді. Темекіні тастаңыз. Темекі шегу панкреатиттің даму қаупін арттырады. Бұл міндетті түрде панкреатиттің себебі емес, бірақ бұл аурудың дамуын тездетуі мүмкін. Темекі шегу қатерлі ісікке шалдығу қаупінің 2 есе артуымен байланысты. Сондықтан сізде ұйқы безі проблемалары бар болса, темекі шегуден аулақ болғаныңыз жөн. Ысталған және қатты тұздалған тағамдар ұйқы безінің қабынуына әкелуі мүмкін. Олар органға стресс тудыртады. Сонымен қатар зиянды азық-түліктер құрамында ақуыздың, консерванттар мен хош иістенгіштердің көп мөлшері бар өнімдер де жатады. Қабынған ұйқы безінің фонында дамуы мүмкін панкреатитке жол бермеу үшін бұл өнімдерді тұтынуды азайту керек. Тұтынуды азайту немесе толығымен алып тасталу керек. Басқа тағамдар сүт, кофе, шай, какао, газдалған сусындар, бұршақ және шоколад. Ұйқы безінің қалыпты жұмыс істеу үшін диетаға майсыз ет, жұмыртқа, омлет, қарақұмық, сұлы жармасы, күріш ботқасы, сүт өнімдері және қайнатылған немесе бұқтырылған көкөністер мен жемістерді қосу қажет. Ұйқы безі қандағы қантты реттейді. Қант диабетіне бейімділік болса, органның жұмысына зиян келтірмеу үшін ұн өнімдерінен, тәттілерден және жүзімнен бас тарту керек. Ұйқы безі тағамды қорыту кезінде маңызды рөл атқарады және адамның жалпы денсаулығына жауап береді. Егер оның жұмысы бұзылса, ол бүкіл денеге әсер етеді. Бүгінгі видеомды осымен аяқтаймын. Сіздерге аз да болса көмегім тиді деген ойдамын. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қаңтар айының аяғына дейін 1000 подписчик жинауды мақсат еттім. Сіздерден қолдау күтемін. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып, маған подписка жасауды сұраймын. Сау болыңыздар.